Өзбекстанға барсаң, Өзбекстанға барғаныңды түсініп отырасың. Киімінен бастап, тілінен бастап, өз тілдерінде жауап береді, өз тілдерінде сөйлеген кезде. Біреу бізге жаңағы қазақша жауап берген жоқ. Түсінесің ба, түсінбейсің ба, оған қиналып тұрған жоқ олар. Неге? Өйткені өз елінде тұр. Өз салтын, дәстүрін, тілін сақтап тұр. Қалайсың ба, бұл елге келдің ба? Сол тілдің шетін біліп кел деген сияқты өзін жаңа құрметтеп тұр да. Сол сияқты ал біздің Қазақстанға келсем, қазір қайсы қазақ, қайсы кәріс, қайсы өзбек, қайсы татар екен, түсінбейсің. Өйткені тіпті жаңа Кореядан келген бір қонағымыз мен түсінбедім дейді, сіздер олар енді орыс тілділер, орыс деп ойлайды ғой енді. Қазақстанға келдім дейді, бірақ бәрі орысша сөйлеп жатыр дейді. Және бір-бірімен де орысша сөйлесіп жатыр дейді. Мен түсінбедім, у вас что, язык нету деген сияқтыға келтірді. Шын мәнісіне келгенде менің үлкен намысыма тиді. Бір әзілімізде бірақ алып тастадық соны. Күшті әзіл еді негізі. 43-ші орын алдық қой общий зачетта олимпиадада. Иә. Өзбекстан 13-ші орын алды, иә? Именно өзбекке келген кезде бүйтіп қаламыз да біздер, білеймін, озып кетті. Неғып үйтесің дегеніміз, былайынша өзбек тұрмақ біздер деген. Филиппиннен де қалып қойдық қой, олар 34-ші орынға. Біз вообще Қытайдың Гонконг деген қаласынан қалып қойдық қой, олар 36-ші орын алды. Қалып қойдық. Иә. Неғып өзбектерге жабылса береміз деймін, оның самсасын, палауын жеген кезде күштіміз да, оның наоборот жетістікке жеткеніне қуану керексің ғой деген сияқты бір не болды да, сосын бір саяси бірдеңе болып қалар деп, сосын жылы жауып қоя қойдық та, былайынша. 8 алтын, 2 рет рекорд бокстан. Двукратный олимпийский чемпион деген енді бұл хороший показатель. Но при этом біздікі 660 миллион доллар бюджет, аналардікі 160 миллион. 4 раза меньше, результат на 7 раз больше деген. Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Өзбектерге таң қалып жатырмын. Бұлар таң қалдырудан жалықпайды. Естіген шығарсыздар жаңалықты. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев бар ғой. Сол 300-ге жуық басшыны орнынан қуып шықты. Нақты санын айтайық, 297 басшыны бір мезетте орнынан қуып шықты. Жұмыс істей алмайды екенсіңдер, орындарыңды жастарға босатыңдар деді. Өзбектер үлкен жобаны қолға алып жатыр. 2025 жылы Шавкат Мирзиёевтің өзі айтты, 2025 жылы 1,5 миллион халық кедейліктен құтылу керек деді. Осындай тапсырма берді. Және соған үлгі көрсетіп, басшыларды орындарынан қуып шығып жатыр. Ойлап қараңыздаршы. Ал осындай басшысы бар мемлекет ОДКБ-ға да мүше емес, Еуразиялық экономикалық одаққа да мүше емес. Ташкенттегі мәселені өздері шешіп жатыр. Ресейдің шенеунігі айтып еді, біздің ісімізге араласпаңдар деді. Бұлайша айтқанда енді білмеймін, мына Өзбекстан таң қалдыруды жалықпайды. Енді келіп 300-ге жуық 297 басшыны орнынан қуып шығу деген енді ойлап қараңыздаршы. Жұмыс істей алмайсың ба, кете бер, орынды босат деді. Сенің орныңа жас мамандар келеді деді. Ал бізде Қазақстанда қалай? Қазақстанда қандай жағдайда басшылар биліктен кетеді? Талғардағы оқиғаны білесіздер, иә? Әкім мен орынбасар қызметінен кетті. Сондай жағдай шиеленісіп, халық көтеріліп, наразылыққа шыққаннан кейін барып әкімдер, басшылар орындарын босатады. Халық жылусыз қалып жатқан кезде орындарын босатады. Қақаған қыста, аязда тұтас қалалар жылусыз қалып жатады. Сондай кезде ғана халық дүмпуінен кейін ғана қызметінен кетіп жатады. Ал бұлайынша жұмысынан босатпайды оларды. Ал осыдан кейін Өзбекстан дамымаған деп айта аласыз ба? Көріп отырсыздар қандай шешімдер мынау қабылдап жатқан. Негізінде Қазақстанда қаншама пенсиядан жастар асып кеткен адамдардың өзі орындарын босатқысы келмейді. Жылы креслосынан айырылғысы келмейді. Тіпті орнынан кетіп бара жатса да, өзінің жақынын, өзінің баласын, не болмаса өзінің танысын отырғызып кетуге барын салады. Жастарға орын беретін түрлері көрінбейді. Ал бұл нені білдіреді? Бұлай қарасаңыздар, Өзбекстан соншалықты бір басқа жақ Америкадағы мемлекет емес, Өзбекстан да өзіміздің көршіміз. Бұл жерде басты кінә неде сонда?
саламатсыздар ма? Бүгін мен Самарқанд қаласында Эсмеральда деген клуб кафеде отырмын. Олар мынандай бізге әдемі кофе жасап әкеледі екен. Өзімнің суретімді жасалған, сондықтан өте қуаныштымын. Сіздерге көрсетіп қояйын. Қандай сурет берсең, соны жасайды. Керемет, рахмет. Енді өзбек акаларын гапырайын. Мен өзім Чимкенттің ар жағында ауылда тұрмын. Өзбекстан бізге жақын ғой. Бізде көбінесе ауыр жұмыстарды өзбектер жұмыс жасайды. Одан кейін өзбектердің қасиеттерін қатты байқаған адамым мен өзімше. Өзбектерде тілі өте майда болады. Маған сауда жасай ма? Мен 20 минут бір өзбектің алдында тұрам ба? 20 минуттан кейін қалай ақшамды санап беріп жатқанымды өзім ұқпай қалам. Олар сауданы тілмен жасаған кезде енді бар ғой, қатырады. Одан кейін олар пақыр болады. Шаршадым деген сөзді естімеймін ғой. Оларды жалдап мысалға жұмыс беретін болса, оларға тамақ даже бар ғой, тамақ таңдамайды. Құрып пияз, майға пиязды қуырып, макарон қуырып берсең де бітті, соны жеп алады да тыңқиып, бітті, жұмыс жасай береді. Асқазандары сұмдық болады екен негізінде бар ғой. Одан кейін өзбектердің бар ғой, шаршадым деп 3-4 сағат ұйықтайды да болды, жұмыс істей. Шала жасаса да өте жылдам жасайды жұмысты бар ғой. Одан кейін оларға мысалға бір объектін беретін болсаң, қазақтар бір айға созатын болса, олар 10 күнде бітіріп береді ғой. Одан кейін олардың мен рецептісін алып, турасы өзбектердің тандыр нанын, басқа да тағамдарын жасап көрейінші деген мысалы палау. Бірақ тура солар сияқты дәмді шықпайды. Олардың қолының киесі бар ма, ұқпадым ше. Не жасаса да дәмді жасайды. Одан кейін олардың ер азаматтарының тағамы өте дәмді болады. Одан қараңдар, сыртқа шыққан өзбектермен өзінің местный дейді ғой, жергілікті өзбектердің айырмашылығы бар. Мысалға Ташкентке барған кезде сені танымаса да үйіне кіргізіп, чайын беріп, енді әткен чай деген ол ұйғырлардың ғой, бірақ өзбектерде де сондай чай бар, әткен чай, сәл тұзды чай. Чайын беріп, сухие фруктысы бар, жүзімдерін прям үзіп аласың ше, өте негізі пысық пақыр дейді ғой, пақыр да халық. Бар ғой, есептеспейді. Даже пакетіңе прям сухие фруктинше салып береді ғой. Тағамдарын енді айта алмайым ше. Одан кейін біз мысаға бір кешкі асқа тек қана тамақ, салат қана тұрады ғой. Неше атасын қойып қояды ғой. Қолдам годжи нан вообще ұнайды маған ше. Как пицца сияқты бар ғой нандары. Өте мықты бар ғой. Әлі аузынан кетпейді ғой соның. Сізден кетамандым, кетсе кетер. Бұл рыңызсыз Қырғызстанда бір дағы жақшылық тойлар өтпейді. Қырғызстандың меніңше 90% ырчыларының репертуарында бар. Ошол өчүрдө. Менин репертуарымда бар. Сизден суроо ыйлап жүрөм. Рахмат. Siz abi көп нерсеге татыктуусуз. Беймоло айтып берейин кошууларымды, качыманы коглашып. Атыргүлдү бүгүн аябай жакшы көрүп калдым. Анан өзүнөн сурайынчы деп ойлодум го. Сиз дуэт кыламыз обязательно. Не только кетаман деп, анан сырткары деле мисалы үчүн атрафикте сарсам чырайлыйсам. Бул сыяктуу мындан башка ырлар толтура. Азыр мен сүйүнүп толкунданып оюма келип атат. Тур сиздин ырларыңыз Кыргызстанда бир топ жылдан бери хит. Сиз аябай жакшы көрөсүз. Рахмат сизге. Рахмат сиздин. Тез келип турабыз эми. Кыргызстан эл артисти ма эми келем. Концерт болуп келмесем болмойду. Сон. Кудо калысын. Бар болуңуз өмүрүңүз uzun болсун. Сиз аябай жакшы көрөсүз. Сау болуңуз. Зор айтып Өзбекстанды эчтеке. Рахмат. Мен до сих пор айтып жүрөм. Рахмат. Сау болуңуз. Рахмат. Өзбек журтуна сиздей уулду мындай чоңойтуп бергенине рахмат. Жалпыңыздарга рахмат. Кош келипсиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Кабыл алганыңызга чоң рахмат.